Сәлеметсіздер ме балалар? Сәлеметсіз. Жақсы балалар. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы балалар Абай Құнанбайұлы ғылым таппай мақтанба өлеңі. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты көркем шығармада орта көлемді үзінділерді мәнерлеп оқу және жатқа айту. Екінші мақсатымыз қандай екен? Шығармалардағы көркем ауыстыруларды, құрылымдарды, метафораларды анықтау. Жақсы. Өткен сабақта қандай тақырыпты өттік? Абай Құнанбайұлы өткен болатынбыз. Қазір өткен тақырыпты қайталау мақсатында балалар Абай Құнанбайұлы кім болды? Сол туралы берілген кестеге тірек сызбаны толтыра қоямыз. Ал кеттік, топпен жұмыс. Сен бірі жаз, сен ақылып жаз. Балалар, қай топ болды екен? Біз болдық. Болған топқа бағалау ретінде дөңгелек белгісін беріп отырамын. Бірінші топ қай топ? Екінші топ болды, Міне, ал шығып ортаға қорғай ойындар. Кім шығады ортаға? Бір оқушы топ. Ал Мәдина. Абай кім болды? Абай Құнанбаев. Ақын, жазушы, философ, этнограф. Жақсы. Жақсы, бірінші топ. Келесі, отыра қой. Келесі, екінші топ. Абай Құнанбайұлы ұстаз, композитор, аудармашы, жазушы, философ, дана, ақын, аудармашы. Жақсы, өте жақсы. Екінші топқа да бір дөңгелекше беріледі. Екі топта да өте жақсы қатыстыңыздар. Ал балалар, Абай Құнанбайұлы қай жылы дүниеге келді? 1845 жылы дүниеге келіп, 1904 жылы дүниеге өтті. Қай жерде дүниеге келді? Семей қаласында дүниеге келген. Жақсы. Бүгінгі тақырыбымыз ғылым таппай мақтанба өлеңі болды. Ортаға кім шығып осы өлеңді мәнерлеп оқып береді дейді? Мен. Мадинадан басқамыз. Ал жақсы. Мадина. Мәнерлеп даусымызды шығарып оқимыз, Авторы Абай Құнанбай, ғылым таппай мақтанба. Ғылым таппай мақтанба, орын таппай баптанба, құмарланып шаттанба, ойнап босқа күлуге, бес нәрседен қашық бол, бес нәрсеге асық бол, адам болам десеңіз, тілеуін өмірін алдында, оған қайғы жесеңіз, өсек, өтірік, мақтаншақ, еріншек, бекер мал шашпақ, бес дұшпанын білсеңіз, талап, еңбек, терең ой, қанағат, рақым ойлап қой, бес асыл іс көнсеңіз, жамандық көрсең нәфрәтлі, суытып көңіл тыйсаңыз, жақсылық көрсең ғибратлы, оны ойға жисаңыз, ғалым болмай немене, балалықты қисаңыз, болмасан да ұқсатпақ, бір ғалымды көрсеңіз, ондай болмақ қайда деп, айтпа ғылым сүйсеңіз, сізге ғылым кім берер, жанбай жатып сөнсеңіз, дүние де өзі, мал да өзі, ғылымға көңіл берсеңіз. Жақсы, отыра ғой. Өте жақсы. Сонымен, Абай Құнанбайұлы не дейді бұл өлеңде? Ғылым білмей, мақтануға оқымай, ізденбей, мақтанба дейді. Айта қойыңдаршы, өлеңде тағы
жағы не дейді? Не туралы айтылған? Өз біліміңді әлі алмай тұрып, өзіңе мақтанбай. Толық білім жинамай отырып, бостан-босқа мақтанба дейді, я? Тағы не нәрсені бізге насихаттайды? Қандай нәрседен жиіркену керек? Қандай дүниеден үлгі алу керек дейді балалар? 5 нәрседен. Бес нәрседен не істеу керек дейді? Қашық болу керек дейді. Ал 5 нәрсеге керісінше Асық болу керек дейді. Жақсы. Өлең жолында кездескен бізге араб тілінен енген сөздер бар балалар. Нафратлы және ғибратлы. Осы сөздердің мағынасын ашайықшы. Нафратлы деген бізде не нәрсе екен? Жиіркену. Ал ол сөздің мағынасы не болар? Одан жақтырма. Дұрыс айтасың. Одан қашық болу, алыс жүр деген сөз. Ғибратлы үлгі алу. Керісінше не істеу? Соған жақын жүру. Өте жақсы. Қазір балалар сендерге осы ғылым таппай мақтанба өлеңінің мағынасын тереңнен талдау мақсатында бейне жазба көреміз. Абай Құнанбаев ұлы ақын, ағартушы, философ. Ол қазіргі Шығыс Қазақстан облысы Абай ауданында Шыңғыс тауының бауырында дүниеге келген. Абай шығармашылығы қазақ әдебиетінің, әлем әдебиетінің, адамзат қоғамының өшпес, ескірмес асыл қазынасы. Ол өз шығармаларында жастарды өнер білімге, адал еңбек етуге, халыққа пайда келтіруге үндейді. Ғылым таппай мақтан өлеңінде ғылымның қоғам мен адам өміріндегі мәнін, дүние дөзі, мал дөзі дей отырып, оған жетудің жолдарын ұсынады. Абай адамның адамшылығын өсіріп, ғылымын арттыруға себеп болатын 5 жақсы нәрсе: талап, еңбек, терең ой, қанағат, рақым деп атап көрсетеді. Ал адамның ғылымын арттырмай нағыз адам болып қалыптасуына кесел болатын өсек айтудан, өтірік айтудан, мақтаншақтықтан, еріншектіктен, мал дүниесін орынсыз шашатын ысырапшылдықтан сақтандырады. Абай, біреу білмей сен білсең, білгеніңнің бәр тұл деп, ғылымға жетудегі мақсат алған білімді өзіңе ғана сіңіру емес, сол үйренгеніңді басқаға да үйретіп, өзіңе ғылым білімі тең келетін адам санын көбейтіп, білімді, мәдениетті орта қалыптастыру керектігі туралы ой тастайды. Мағынасын ашты. Енді осы өлеңге кездескен 5 асыл істі бірінші топ, 5 дұшпанды екінші топ. Сіздер жазасыздар. Ал кеттік. Тақтаға кезек-кезекпен жазамыз. Қай топ бірінші болады, сол топқа дөңгелекше беріледі. Ал кеттік. 5 асыл іс, 5 дұшпан. Кезек-кезек әр топта жақсы балалар болғандарымыз жасыра қойық. Қай топ бірінші? Айтамыз жасырған секундыздар. Өтірік. Талап еңбек, жақсы. Бекер мал шашпақ. Мақтаншақ. Қанағат. Рақым. Жақсы. Мына бірінші топ бірінші болды, я? Өсек. Жақсы. Бірінші топқа күлдің керекше. Дәптерімізді ашып, бүгінгі ай күнді жазамыз. Қарашаның 30-ы. Ғылым таппай мақтанба. Бірінші тапсырма. Кестедегі өлең жолдарындағы берілген көркемдегіш құралдарды анықтаймыз. Бірінші топқа еріншек, бекер, мал шашпақ және біреу үшін үйренсең, біреу білмес, сен білсең дегеннің бәрі толды. Бірінші топқа. Екінші топқа
Талап еңбек терең ой, қанағат рахым ойлап қой. 5 асылсыз көнсеңіз, дүниеде өзі, малды өзі ғылымға көңіл бөлсеңіз. Ал кеттік. Осы берген өлең жолдарындағы көркемдегіш құралдарды табамыз. Жақсы шулар. Сендердің орнын тұра қой. Сендердің тапсырмаларың қайсы? Терең ой, 5 асыл іс, ол эпитетке жатады. Жақсы, дәлелдеш. Өйткені эпитет ол біз өзіміздің Заттың несін білдіреді? Сыр, сипатын білдіреді. Жақсы. Келесі екінші дүниеде өзі, малды өзі. Тобымен кім жауап береді? Екіншісіне дүниеде өзі, малды өзі. без дұшпан ол метонимия. Мұнда біреу үшін үйренсем, біреу білмес, сен білсем, білгенің бәрі тұл деген өлең жолдарында аллитерацияға жатады. Дәлелдей ғой. Себебі мұнда бірыңғай дауыссыз дыбыстар басталыпты. Дұрыс айтылған. Бірыңғай дауыссыз дыбыстардан басталған. Келесі, ері шекпеке мал шашпақ, бес тышпан білсеңіз. Бес тышпан сөзі? Метонимия. Метонимия, иә. Неге? Өйткені мына өлең жолдарында бір затты екінші затқа балап. Дұрыс айтылды. Өте дұрыс айтылды. Жақсы. Ал жауабыңызды салыстыра қояйықшы, дұрыс жауап беріңіз. Метонимия, аллитерация және эпитет, сосын метафора, иә? Екі топта да дұрыс жауап берді. Сол себепті бір-бір дөңгелекшеден беріледі. Әр топқа бір дөңгелекшеден таратылады. Жақсы балалар, келесі тапсырмамызға көшейік. Сендерге қазір алдарыңа әр топқа графикалық органайзер беріледі. Көріп тұрғанымыздай, Абай Құнанбайұлының «Ғылым таппай мақтанба» өлеңі бойынша әр қасиеттерді бөліп берілген. Сол қасиеттер бойынша ортақ нүктесін тауып, графикалық кесте сызамыз. Балалар, кесте шығып жатыр ма? Иә, біз болдық. Қай топ бірінші болды? Екінші топ бірінші болды, иә? Ал қанеке ортаға шыға ойындар, екі оқушы шығып қорға ойындар. Әр топтан екі оқушы. Жақсы, шыға ғой. Қасынан бір оқушыны алшы. Екі шыға ғой. Қолдарыңа графикалық берілген кестелерімді түсіндіре ойындар. Мұнда болмашыға қуанба, яғни бұл шаттанбаға жатады. Дұрыс. Адамгершілік, мейірімділік, қайырымдылық, бұл рақымшылыққа жатады. Белгілі бір жүйедегі ұғым, бұл білімге жатады. Біреуді сыртынан даттау, ғайбаттау, бұл өсекке жатады. Тойымшылық, барға ризашылық, бұл қанағат. Жақсы, екі. Баламының қуанба, ол бізде шаттанбаға жатады. Адамгершілік, мейірімділік, қайырымдылық, ол бізде рақымға жатады. Белгілі бір орындағы жүйелерді ұғым, ол бізде білімге жатады. Білдіруді сыртынан даттау, ғайбаттау. Ғайбаттау, ол бізде өсекке жатады. Тойымдылық, бағырлыға, ризашылық, ол бізде қансаға. Барлығымыз кестелерің дұрыс шықты ма? Графикалық кестелерің. Екі топқа да дұрыс жауап берген үшін бір-бір дөңгелекше береміз. Графикалық кестелерін тақтаға іле ойындар.
айтасың, аха. Сен айтасың, мен мынаны айтамын ғой. Сен айтасың, сосын сен айтасың. Жақсы балалар, қай топ дайын? Екінші топ, иә? Жақсы, екінші топ шыға берді. Өлеңнің ретімен дайындалдық қой, иә? Ретімен жақтадық, иә? Ал бастаймыз, кім бастайды? Ғылым таппай мақтанба, ұрым таппай бақтанба, құмар ойнап шаттанба, ойнап босқа күлуде. Жатқа айтуға тырысайық, иә? Берс нәрседен қашық бол, берс нәрсеге асық бол, оламда адам болам деді бесін. Жақсы. Жүрегім өмірің алдыңызда, оған қайқай жесеңіз, өсек, өтірік, мақтаншақ. Талап еңбек терең ой, қанағат рахым ойлап қой, 5 асыл іс көзеңіз. Жақсы, екінші топ өте жақсы. Сіздерге бір дөңгелекте беріледі. Бірінші топ шығамыз. Бірінші топ. Кім бастайды? Жақсы бастайды. Жамандық көрсен нәпрәтілі, суытып көңіл қисаңыз, жақсылық көрсен ғибрәтілі, оны ойға жисаңыз. Құлым болмай немене балалықты қисаңыз, болмасаң да ұқсап бақ бөлім Бір ғалымды көрсеңіз. Ондай болмақ қандай деп айтпа ғылым сүйсеңіз, сізге ғылым кім берер? Жанбай жатып түсінсеңіз. Жамандық көрсен нәпрәтілі, суытып көңіл тыйсаңыз, жақсылық көрсен ғибрәтілі, оны ойға жисаңыз. Ғылым болмай немене балалықты қисаңыз, болмасаң да ұқсап бақ бірін ғылым көрсеңіз. Ондай болмақ қандай деп айтпа ғылым сүйсеңіз, сізге ғылым кім берер? Жанбай жатып түсінсеңіз. Жақсы. Бірінші топқа да бір дөңгелекше беріледі. Өте жақсы. Отырамайдар балалар. Осымен балалар, біздің сабағымыз аяқталды. Бүгінгі тақырып ғылым таппай мақтанба өлеңі бойынша біз мақсатымызға жеттік пе? Қанекей, қарайықшы. Көркем шығармадағы орта көлемді үзінділерді мәнерлеп оқып жатқа айттық па? Иә. Және шығармадағы көркем ауыстыруларды талдадық па? Иә. Бүгінгі мақсатымызға жеттік деп ойлаймыз. Ендеше сабағымызды қорытындылау мақсатында кері байланыс жасайық. Бүгінгі сабақта қиын, қызық, құнды әдісі арқылы қорытынды жасайық. Егер сабақ қызықты өтті дейтін болсаңдар, алдарында, ал егер сабақ қиын болды дейтін болсақ, алдарыңызда жатқан смайликтерді, егер сабақ құнды болды десек, қолымызды үш рет шапалақтаймыз, иә? Сабақ қызықты өтті дегендеріңіз қайда? Өте жақсы. Сабақ қиын болды дегендеріңіз смайлик көтерейік. Барлығы оңай болды ма? Иә. Жақсы. Сабақ құнды болды дегендеріңіз. Жақсы балалар, рахмет. Үй жұмысына ғылым таппай мақтанба өлеңінің үзіндісін жаттап келеміз. Бүгінгі топта бірінші және екінші топ берілген дөңгелекшелеріңді санай қойыңдар. Екінші топта 4 дөңгелекше, 3-4-5. бірінші топта 5 дөңгелекше. Жеңіске жеткен топ, бірінші топ құттықтап қояйық. Жақсы, рахмет балалар, сау болыңыздар.